Баршаңызға сәлем. Бүгін менің каналымда жаңа жылдық салат жасаймыз. Алдымен видеоны көрместен бұрын тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Салатқа омлет қосылатын болғандықтан бірінші омлетін жасаймыз. Жұмыртқа, сүт және тұз қосып араластырып, осындай сковородкамызға 3 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Егер сковородкаңыз жабыспақ болатын болса, міндетті түрде сәл ғана май құйыңыз, ал егер жабыспаса керек емес. Кукуруза, тауықтың еті, қызанақ, колбаса және сыр және асылған жұмыртқа. Барлығын осылай соломка етіп, жақсылап турап аламыз. Мына омлетімізде осылай болып шығады. Осында соломка қылып турап, барлығын жақсылап турағаннан кейін барлығын майонезбен қосып араластырамыз. Дәміне қарай тұз қоссаңыз да болады. Жаңа жылға дастарханға тез жасалатын оңай салаттардың бірі. Дәмі деген өте күшті болып шығады. Жасап көріңіз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сізбен болған Айжан Ерболат қызы.